Ассалаумағалейкум оқырмандарым, бүгін біз таңғы асқа омлет дайындаймыз. Бізге сүт, жұмыртқа, қызанақ, жуа, сыр және дәміне қарай тұз бен бұрыш қажет. Ыдысымызға жұмыртқа, сүт, сыр, жуа және тұз, бұрыш бәрін қосып араластырамыз. Салмасына қызанақ пен сырдың 2 тілімін дайындап аламыз. Май жағылған табамызға омлетімізді құйып, қақпағын жауып, орташа отта асты сарғайғанша пісіреміз. Келесі бетіне аударып, салмамызды салып, видеода көрсетілгендей конверт түрінде ораймыз. Омлетіміздің екі жағында кезектеп сарғайтып пісіріп аламыз. Осымен таңғы асымыз дайын. Қажетті заттар мөлшері әдеттегідей төменде жазылған. Барлықтарыңызға ас болсын, өте дәмді және тез дайындалады.